Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика пәнінен құрама есептер тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрама есептер, Астанаға саяхат. Бұл бізде математика пәні 115-ші сабақ 2-ші сынып. Бұл сабақта сен екі амалдан тұратын есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренесің. Яғни құрама есептермен жұмыс жасауды ары қарай жалғастырамыз. Балалар, егер сендерге менің каналым ұнаса, менің видеоларым сендерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңдар. Егер де қоңыраушаны басып қойсаңдар, менің каналымдағы видеоларды жібермей көріп отыратын боласыңдар. Жақсы, ендеше кеттік. Бірінші тапсырма: есептерді шығар, неше есе артық сұрағын пайдаланып өз есебіңді құрастыр. Енді қараңдар балалар, мына жерде А, Ә, Б есебі берілген екен. Енді үшеуін жеке-жеке талдап шығарамыз. Қазір шартын құрып шығаратын боламыз ары қарай. Қараңдар, бірінші тапсырма: Сырым Астананың 36 фотосуретін басып шығарды. Ол 7 беттің әр қайсына 4 фотосуреттен орналастырды. Неше фотосурет қалды? Енді біріншіден бұл есеп талдамас бұрын, біріншіден есеп не туралы? Есеп фотосурет туралы, е? Енді қараңдар, барлығы қанша фотосурет? 36 фотосурет. Оның ішінде 7 беттің әр қайсына 4 фотосуреттен орналастырып тастады. Сонда қанша фотосурет қалғанын білуіміз керек. Енді қане, есептің шартын құрайық. Міне, басып шығарды 36 фотосурет, орналастырды 7 бетке 4 фотосуреттен, қалды қанша фотосурет? Енді шешуі қанша болады? 36-ны жалпы санынан басып шығарған, 36-тан азайтамыз, 7-ні 4-ке көбейтіп. Себебі біз 7 бетке 4-4-тен жалпы қанша фотосурет кеткенін білуіміз керек. 7-ні 4-ке көбейтеміз. Одан шыққан санды 36-дан азайтамыз, 8 қалады. 8 фотосурет қалды. Міне бұл есеп осылай шығарылады екен балалар. Ары қарай Ә есебі осының. Енді қараңдар, бұл жерде Астанадағы жаңа үйге 4 адамнан тұратын 6 отбасы және 3 адамнан тұратын 7 отбасы қоныстанды. Барлығы неше адам қоныстанды? Енді қараңдар, бұл есеп бұл өте оңай, е? Енді қараңдар, 4 адамнан тұратын 6 отбасы болса, яғни біз оны 6-ны 4-ке көбейте салымыз керек. 6 мен 4-ті көбейтіп аламыз. Одан кейін оған қосамыз, 3-ке 7-ні көбейтіп. Себебі 3 адамдан тұратын 7 отбасы орналасты. Енді қане қараңдар, 4 адамнан тұратын 6 отбасы, 3 адамнан тұратын 7 отбасы, барлығы қанша? Міне 4 пен 6-ны көбейтіп, 3 пен 7-ні көбейтіп бір-біріне қосамыз, 45. Барлығы 45 адам орналасты. Қоныстанды немесе, е? Жақсы, келесі Б есебі. Жарқын 12 жаста, ал Кәусардың жасы одан 2 есе кіші. Кәусар Жарқыннан неше жас кіші дейді. Енді қараймыз. Міне қараңдар, Жарқын 12 жас кіші. Кәусардың жасы белгісіз, бірақ 2 есе кіші Жарқыннан, және қанша жас кіші дейді. Міне, Жарқыннан қанша жас кіші? Оны білу үшін 12-ні бірінші 2-ге бөліп аламыз, 6. Бұл Кәусардың жасын біліп алдық. Енді Жарқынның жасынан Кәусардың жасын азайтуымыз керек. 12-ден 6-ны азайтамыз, 6. Кәусар Жарқыннан 6 жас кіші. Міне, есеп өте оңай шығарылады. Ары қарай келесі бұл неше есе артық деген сұрақты пайдаланып өздерің бір есеп құрастырыңдар деді, е? Мысалы, мен мынандай есеп құрастырдым. Қасқыр 3 километр жүрді, қоян 24 километр жүрді. Бірақ қоян қасқырға қарағанда неше есе артық жол жүрді деген сұрақ қойылып тұрды мына жерде. Сұрағын қой керек қой енді есептің. Енді қараңдар, шешуі 24-ті 3-ке бөлеміз, 8, яғни 24-тің қоянның қасқырдан қанша есе артық жол жүргенін білуіміз керек. Жауабы қоян қасқырға қарағанда 8 есе артық жол жүрді. Міне, осылай. Енді сендер бұл жерде міндетті түрде менің есептерімді, менің шығарған дүниемді көшіріп алу керек емес. Өздерің ойдан осыған қарап, осыны өздеріңе үлгі ретінде ала отырып, осындай есеп құрастырсаңдар өздерің болады. Жақсы, кеттік. Келесі 2-ші тапсырма. Енді бұл жерде дайын сұлба берілген. Бізге сол дайын сұлбаға қарап біз есептер құрастыруымыз керек.
есеп құрастыруымыз керек. Енді соны қазір құрастырып көрейік. Мысалы, мына жерде мынандай сұлба тұр екен. Міне мен мынандай есеп құрастырдым. Автобус 5, жеңіл машина белгісіз, бірақ 4 есе артық. Автобусқа қарағанда барлығы қанша? Яғни 5 пен 4-ті көбейтеміз де жеңіл машинаның санын білеміз. Мысалы 5-ке 4-ті көбейтеміз 20. Оған қайтадан 5-ті қосамыз, яғни 20 біз жеңіл машинаның санын білдік. 20 жеңіл машина болса, оған автобусты қосуымыз керек, барлығын табуымыз керек. Сонда 25. Жауабы автопаркта барлығы 25 көлік бар. Міне осындай есеп құрастырдым. Ары қаратай осы екінші тапсырманың екінші бөлігі. Енді қараңдар, бұл жерде мен балықтар туралы есеп құрастырдым. Мысалы, бірінші балық, мына бірінші суреттегі балық, бұл сазан балығы 24 килограмм. Мөңке балығы, мына екінші, бұл белгісіз, бірақ сазан балығына қарағанда 4 есе кем. Енді мына жерде мынандай сұрақ бар еще. Мөңке балығы қанша килограмм кем? Мысалы, қанша килограмм кем сазан балығына қарағанда? Оны білу үшін қараңдар, 24-ті бірінші 4-ке бөліп аламыз да мөңке балығының салмағын біліп аламыз. Яғни 24 4-ке бөлеміз 6 килограмм. Бұл мөңке балығының салмағы. Енді қанша килограмм кем екенін білу үшін 24-тен 6-ны азайтамыз. Есе кем емес, килограмм кем, жай ғана кем. 24-тен 6-ны азайтып аламыз, 18 килограмм. Мөңке балығы сазан балығына қарағанда 18 килограмм кем. Міне осында есеп шығардым. Сендер бұның орнына дәл осы менікін көшірмей, өздерің ойдан құрастырсаңдар болады. Бұл енді сендерге тек қана үлгі ретінде, мен сендерге осылай үлгі ретінде көрсетіп тұрмын. Жақсы, келесі үшінші тапсырма, балалар, бұл жерде баған түрінде есептеп дұрыстығын тексер дейді. Қараймыз, 48 қосу 29. Бұл жерде 8-ге 9-ды қосамыз 17 шығады, 7-сі түсіп бір ойда. 4-ке 2-ні қосамыз 6, ойдағымен 7. Тексерген кезде мына ережеге сәйкес тексереміз. Қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтсақ, екінші қосылғыш шығады. Қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтсақ, бірінші қосылғыш шығады деген ережеге сәйкестендіріп тексереміз. Мен тек қана бір қосылғышты азайтып тексере саламын. Себебі қараңдар, сол маған жеткілікті. Ал сендер екі қосылғышты кезек-кезек азайтып тексерсеңдер болады. Ол қалай? Міне, мен 79-дан 29-ды азайттым, 48 шықты. Енді сендер қосымша 77-ден сендер қосымша 48-ді азайтып 29 шықты деп қосымша жазсаңдар болады. Бұл да тексеруге бір түріне жатады. Ары қарай 80-нен 47-ні азайтамыз. Бұл жерде 0-дан 7 азаймайды. 0 8-ге барып 1-ін сұрап алады. 10 болады, бір бірлігін сұрап алады. 10 болады. 10-нан 7-ні азайтсақ 3. Енді 8 бір бірлікке азайып қалды. Бұл жерде 7 қалды. 7-ден 4 алсақ 3 болады. 33. Енді азайтуды қосумен тексереміз. 33-ке 47-ні қоссам 80 шығады. Бұл жерде бәрі оңай. Келесі 100-ден 14-ті азайтамыз. 100-ден 14-ті алу үшін 0-ден 4 алынбайды. 0 қасындағы 10-ға барады. 10-ға барып бір бірлігін сұрап алады да, өзі 10 болады. 10-нан 4 алсақ 6 қалады. Ал мына 10-да бір бірлігін беріп қойғаннан кейін 9 болады. 9-дан 1-ді азайтсақ 8, сөйтіп 86 шығады. Енді қараңдар, 86-ға 14-ті қосамыз 100 шығады. Жақсы, келесі 44-ке 16-ны қосатын болсақ, 6-ға 4-ті қосамыз 10, 0-і түсіп бір ойда. 0 деген, яғни сол жақтағын 10 жақтан сол жаққа қарай жүреміз. 0-і түсіп бір ойда. 4-ке 1-ді қосамыз 5, ойдағымен 6 60 болады. 60-тан 16-ны алсақ 14, 60-тан 14-ті алсақ 16 болып шығады бұл жерде. Келесі 18-ге 65-ті қоссақ, 8-ге 5-ті қосамыз 13, 3-і түсіп бір ойда. 6-ға 1-ді қосамыз 7, ойдағы 1-мен 8. 83-тен 65-ті алсақ 18. Келесі 58-ге 32-ні қосамыз, 8-ге 2-ні қосамыз 10, 0-і түсіп бір ойда. 5-ке 3-ті қосамыз 8, ойдағымен 9 болады. 90-нан 32-ні азайтамыз 52. Бұл өте оңай есеп. Жақсы, келесі 4-ші тапсырма, балалар.
бұл жерде қалай тиімді және жылдам есептеуге болады дейді. Енді бұл жерде бірінші есепте қарасаңдар, бірінші өрнекте 45 қосу 22-ге 15-тің қосындысы. Енді бұл жерде қарап тұрсаңдар балалар, мына 22-ге 15-ті бірінші жақшаның ішін орындап, оған 45-ті қосуға болады. Бірақ ол кезде бізде 37-ге 45-ті қосу керек болады да. 22-ге 15-ті қоссам 37 ғой. 5-ге 2-ні қосамыз 7, 2-ге 1-ді қосамыз 3, дұрыс 37. Енді 37-ге 45-ті қосатын болсақ, ол кішкене қиындау болып кетуі мүмкін, кейбір балаларға. Ол үшін қалай істейміз? Бірінші жақшаның ішіне қараймыз, бір таңба, қосу таңбасы тұр мысалы. Сыртында да қосу таңбасы тұр. Бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ, егер біз бірінші қосылғышты 10-дық қылдырып алсақ. Ол үшін қалай істейміз? 45-ке 15-ті қосып аламыз. Сонда 10-дық сан шығады бізде, яғни 5-ке 5-ті қосамыз 10, 0 түсіп 1-ді, 4-ке 1-ді қосамыз 5, ойдағымен 6. 65 шығады, яғни 60 шығады, Енді 60-қа 22-ні қосқан бізге ыңғайлы, 60-қа 22-ні қосқан ыңғайлы. 82 шығады. Келесі, енді 39-ға 26-ні қосып, оған 11-ді қос дейді. Енді бізге мына бірінші жақшаның ішін орындап, одан кейін сыртындағыға қоссақ та болады. Бірақ бұл жерде біз бірінші қосылғышты 10-дыққа айналдырып алуымыз керек. Яғни қараңдар, 10-дыққа айналу үшін қай санмен қайсын қос? 39-ға 11-ді қосуымызға болады, Мысалы 9-ға 1-ді қосасын 10, 0 түсіп 1-ді, 3-ке 1-ді қосасын 4, ойдағымен 5. Яғни 50 шығады, Енді 50-ге 26-ны қосқан бізге ыңғайлы. Ары қарай, енді бұл жерде жақша жоқ, барлығы тек қана қосу амалы ғана тұр. Бұл жерде қалай істейміз? Бұл жерде 10-дыққа 10-дықты қосқан әрқашан ыңғайлы деп нешінші рет айтып тұрмын. Ол үшін қараңдар, 18-ге 12-ні қосып аламыз бірінші. Ал мына жақта 45-ке 15-ті қосамыз. Сөйтіп бір-бірінен шыққан санды қоса саламыз. Келесі, бұл жерде 19 қосу 37 қосу 11 қосу 13 дейді. Бұл жерде 19-ға 11-ді бірінші қосып аламыз. Содан шыққан санға 37-ге 13-ті қосамыз. Сол кезде бізге жылдам әрі тиімді есептеуге болады. Міне 80 шықты. Келесі, 5-ші тапсырма. Енді бұл бүгінгі видеодағы соңғы тапсырма. Бұл жерде сұлба бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін табу керек. Өте оңай әрі қызық тапсырма. Мысалы, бізде бәрі көзге көрініп жазылып тұр. Мысалы, 21 азайту 19 көбейту 8 қосу 57 дейді. Бұл жерде қандай өрнек құрамыз? Міне, 21 азайту 19-ды жақшаға алуға тура келеді. Себебі, егер де 21 азайту 19 көбейту 8 дейтін болсақ, онда мына көбейту таңбасы бірінші орында алып кетеді. Ал бізге 21-ден 19-ды бірінші азайтып алуымыз керек. Бұлар жеке өздері бөлек болып тұр. Сондықтан оны жақшаға аламыз. 21 мен 19-дың айырмасын көбейтеміз 8-ге, оған 57-ні қосамыз. Болады 73. Келесі, 8 бен 5-ті көбейтеміз, 85-тен азайтамыз 8 бен 5-тің көбейтіндісін. Бұл бізде өте оңай. Міне 8 бен 5-ті бірінші көбейтіп аламыз. Бұл жерде жақша қоймасақ та болады. Себебі көбейту амалы бәрібірде бірінші орындалады. 85 азайту 8 бен 5-тің көбейтіндісі тең болады 45-ге. Келесі, бұл жерде енді қараңдар, бұл жерде үлкен 1, 2, 3, 4 амалды өрнек тұр. 4 амалды қалай істейміз? Міне мысал азайтамыз. 90-нан азайтамыз 4 пен 8-дің көбейтіндісін. Оған қосамыз 45 пен 9-дың бөліндісін. Міне қараңдар, сонда бірінші амал қайсысы болады? Бірінші амал бізде 4 пен 8-ді көбейтіп аламыз. Екінші амал 45-ті 9-ға бөліп аламыз. Сосын үшінші амал азайту, төртінші амал қосу болады. Сонда мәні 63 болады. Жақсы балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.